Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Бүгін біз сіздермен кезекті жасанды интеллект платформасымен танысатын боламыз. Платформа Nepkin.ai деп аталынады. Бұл платформада сіздер өздеріңізге қажетті кез келген мәтіннен көрнекілік жасай аласыздар. Сайтты ашқан кезде осы бет ашылады. Өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, міне мына жерге мәтінді қойған кезде көк дөңгелек пайда болады. Осы дөңгелекті басқан кезде сіздің мәтініңізді генерация жасап, мынандай әртүрлі көрнекіліктер жасап бере алады. Оның қалай орындалатындығы туралы мына жерде барлығы көрсетілген, көріп танысуларыңызға болады. Қалай істелетін жолдарымен біз қазір осы жолдарын қарастыратын боламыз. Енді ең алдымен сайтқа кіреміз. Сайтқа кіру үшін тегін кіру батырмасын басамыз. Мен өзімнің Google аккаунтымен кіріп қойғандықтан мен Google аккаунтыма бірден кірдім. Енді мұны қарайтын болсақ, мына жерде жаңа жасауға болады, немесе мына бұрынғы жасаған мәтіндеріңіз осы жерде сақталып тұрады. Міне, мысалы мына мәтінде, аутизм мәтіні бойынша мынандай әртүрлі көрнекіліктер жасалынды. Бұл көрнекіліктерді сурет түрінде де алуға болады, немесе жаңағы жүктеп алуға болады. Үстінен басқан кезде мынандай белгімен бөлінеді. Осы белгіде қарап отырып мына әртүрлі әрекеттер түзуге асыра аласыздар, немесе жүктеп аласыздар. Өздеріңізге жүктеп алғанда үш түрлі мүмкіндік береді. Бұнда PNG, бұл сурет түрінде, және PDF түрінде де жүктеп алуға болады. Одан кейін жүктеу батырмасын бассаңыз, сізде жүктелінетін болады. Енді жаңа мәтінден құрастырып көрелік. Ол үшін плюсті басамыз да жаңа бет ашылады. Мен сіздерге жаңа мәтін дайындап қойған бұл мәтін Алтын Орда мемлекетіне байланысты мәтін. Осы мәтінді көшіріп аламыз. Осы жерге әкеліп қоямыз. Көргендеріңіздей, міне мәтіннің үстінен басқан кезде мәтін өзі толықтай белгіленеді, қасынан нүкте пайда болады. Көк нүкте. Осы көк нүктені басамыз. Міне генерация жүріп жатыр. Генерация жүріп болғаннан кейін міне мынандай әртүрлі сурет мүмкіндіктері шығады. Көріп отырғандарыңыздай. Арғарай жазып көре білуге болады. Мысалы, енді осы суреттердің біреуін таңдайық. Кез келген біреуін таңдаймыз. Мысалы, үстінен бассақ, тағы да диаграммалар шығады. Бұл бояуы әртүрлі болып келеді. Өзіңізге ұнаған диаграмманы таңдап аласыздар, тағы да үстінен басасыз. Міне диаграммаңыз түсті. Келесіні қою үшін келесі суретті тағы да көкті басамыз. Міне белгі шықты. Енді осыны басып көрсек, бізге жаңа түрлері көрінеді. Міне түсті. Өздеріңіз көріп отырғандай, ешқандай қиындығы жоқ. Тағы да үстінен басамыз. Көк нүктеміз шығады. Басамыз.
мына 4 плюстың ішінде қандай көмекіліктер жүктелгендігі туралы белгілер көрсетіледі. Міне көріп отырғаныңыздай тағы да бір көмекілік жасап шығардық. Осылайша ары қарай жасай беруге болады. Қашан генерация біткенге дейін көмекіліктер жасап алып, олардың әрқайсысын жеке-жеке немесе жүктеп алуға болады. Ол үшін түгел бояп аламыз. Немесе толықтай жүктеп алуға да болады. Ол үшін мына батырманы басамыз. Міне біздің жаңағы тақырыбымыз шықты. Осы тақырыпты қарап отырып, міне PDF түрінде біз осыны жүктеп алуымызға болады. Міне бізге жүктелді. PDF түрінде міне ашылып тұр, өздеріңіз көргендей барлығы да. Немесе әрқайсысын әр суретті жеке-жеке алып, сурет түрінде көмекілік ретінде пайдалануға болады, немесе суретті көшіріп өзіңіздің презентацияларыңызға қою арқылы пайдалануға болады. Міне негізгі бұл сайттың мүмкіндіктері осындай. Оқытушы үшін таптырмайтын құралдардың бірі. Көмекілік жасау қажет болған кезде ұзақ ойланбастан осы сайтты пайдаланып, өзіңізге қажетті көмекіліктерді жасап алып, сабақта пайдалануларыңызға болады. Осы ақпарат сіздерді қызықтырған болса, менің каналыма өтіп, басқа да осы оқуға қажетті жасанды интеллект түрлері болсын, оқу платформалары болсын, көріп танысуларыңызға болады. Бейне жазбалар көп. Каналға жазылыңыздар, қоңырау бассаңыздар, сіздерге жаңадан шығып отырған бейне жазбалар туралы хабарлама келіп отыратын болады.